Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Осындай жаңа жылға арналған юбка тоқитын боламыз. Крючокпен тоқылады бұл. Жоғарғы жағы резинкасы спицмен тоқылды. Міне осындай узормен, үсткі жағы осындай болды. Міне резинкасы осындай. Ол үшін Ол үшін 110 ілмек ілдік және де бір оң бір теріс қылып спицмен тоқып шығатын боламыз резинкасын. Оның қатар тоқитын боламыз. Міне тоқып алдық, енді қысқартып шығатын боламыз. Бекітіп шығамыз осының бәрін. Енді крючокпен тоқитын боламыз. 2 воздушный петля көтереміз және де столбик с накидом бір петляның ішінен 2 столбик с накидом тоқып шығамыз. Көбейтіп тоқитын боламыз. Бір қатар сөйтіп тоқып шығатын боламыз.
Енді екінші қатарын бір столбик с накидом, екіншісін столбик без накида тоқимыз. Солай кете беретін боламыз. Бір столбик с накидом, екіншісі столбик без накида. Енді столбик с накидін тоқитын боламыз. Үшінші қатар тек сондай алып тоқитын боламыз. Бірақ та осы өрудің ішінен тоқитын боламыз. Міне, осылай өрудің ішінен тоқитын боламыз. Міне, енді төртінші қатар тағы да столбик без накида, столбик с накидом бір-бір петлерден осылай тоқшамыз, осындай узор болып шығатын болады. Ешқандай көбейтпейміз, осылай болып шықты. Басында ғана көбейттік. Міне 25 қатар тоқып алдым. Міне осындай жаңа жылдық юбка дайын болды. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, қоңыраушаны басып қойыңыздар.